Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз су қайда болады? Суды қайдан табамыз тақырыбымен танысамыз. Суретте балалар табиғатта жүр, өзен мен өсімдіктер көрсетілген. Сондай-ақ үстелде стакан су, гүлде су бар, яғни су барлық жерде кездетінін көрсетеді. Қандай денелерде су болады? Мұз, сұйық, бу. Заттардың құрамында су бар екенін қалай білуге болады? Жұмбақ арқылы немесе табиғаттағы көріністер арқылы. Су көздері екі топқа бөлінеді. Бір табиғи су көздері. Мұхит, теңіз, өзен, көл, бұлақ, мұздық. Екі жасанды су көздері. Құдық, тоған, арық, хауыз, канал. Қорытынды. Су көздері табиғи және жасанды болып бөлінеді. Еліміздің аумағында қандай су қоймалар бар? Қазақстан аумағында көптеген су қоймалары бар. Негізгілері: Бұқтырма, Қапшағай, Шардара, Өскемен, Шүлбі су қоймалары. Олар электр энергиясын алу, су жинау және егін суару үшін пайдаланылады. Ащы суды тұщы суға айналдыруға бола ма? Иә, болады. Арнайы тазарту және тұщыту құрылғылары арқылы ащы суды тұщы суға айналдыруға болады. Бірақ бұл көп күш пен шығынды қажет етеді. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпа.